Меніңше қыз балаларының ең әдемі сезімдерінің бірі бұл ағасының қамқорында екенін сезіну сияқты. Білмеймін, мүмкін алдымда туған ағаларым болмағандықтан маған бұл сезім сондай ыстық болып көрінуі де мүмкін. Әйтсе де осы бір Ботагөз Бексарының осы өлеңін оқыған кезде мен бірден өзімнің әкемнің бауырларын есіме алдым. Яғни ағаларымды. Туған ағамыздай бізге махаббатын берген, қашанда қолдауын көрсеткен осы ағаларыма үлкен рахмет айтқым келеді, және осы өлең жолдарын соларға арнап оқып бергім келеді. Менің оқыған өлеңдердің ішінде ағаларға арналған өлең де болу керек деп ойлаймын. Және барша ағаларға қарындастарының атынан бір әдемі назды өлең болсын дегім келеді. Өзім жайлы не айтсам екен сізге мен? Жеткерілеу жүретін сауық тойдан, бойын аулақ ұстайтын қауіпті ойдан. Шұрық тесік жыртығын жүрегінің күлкісімен әдемі жауып қойған қарындасыңызбын ағатай. Жығылғанға қол созар жаны да ашып, әппақ арман сыйлайтын таңын асық. Есейсе де пішінай кәмпит сүйет, еркелікке ес-түссіз әлі қашып, қарындасыңызбын ағатай. Ғажайыпқа сенеді есілемі, бір биікке шығады түбі тегі. Биязылау, жағымды жымиысы тас жүректің өзінде жібітеді. Осындаймын ағатай. Томпи қыз ғой, еркелік сүйік тасы, ботадайын көздері қиық қасы. Кеудем соққа кезіксе кербезденіп, еңкейгенге иілер иіп басы. Қарындасыңызбын ағатай. Мінезі бар, жіберер сорлатып та. Еркелесе бөленер жан бақытқа. Бақыттысыз, себебі ағатайсыз. Жете алмаған қанша бар бұл бақытқа. Мен сіздің қарындасыңызбын ағатай.